Қарағанды облысындағы Ащысу ауылының тұрғындары тау болып үйілген мыс концентратының шаңына көміліп, тұншығып жатырмыз деп шағымданды. Өйткені кен орнынан шыққан мыс рудасын Қазақмыс корпорациясының жұмысшылары ауылдың дәл іргесіне төгіп жатқан көрінеді. Ауыл тұрғындарының жан айқайын өңірдегі тілшіміз тыңдап қайтты. Ащысу бекетінің тұрғындары 4 күннен бері мыс концентратының шаңына тұншығып жатыр. Қазірдің өзінде кейбірінде тоқтаусыз жөтел пайда болған көрінеді. Жергілікті халықтың сөзінше Қазақмыс жұмысшылары ешкімге ескертпестен дәл осындай 16 ГАМАЗ концентрат төгіп тастаған көрінеді. Үйдің ішін бәрі маңайдың бәрі шаң басып кетті. Далаға шыға алмаймыз. Күніне 70 ГАМАЗдан жүреді. Еще мына жерден бізге мына жерден тиіміз деп отыр. Біз мына жерден тиюге қарсымыз. Бізге анау карьердің басынан тиегендер жақсы, мына жерден 15 шақырым жерден. Жұрттың наразылығынан кейін Қазақмыс басшылығы қауіпті қалдықты алып тастауға уәде берген. Бізге карьерге тартыпсын. Карьердан. А что толку? Олар 1 шақырым, например, тартса, 3 шақырым тартса. Какая разница? Мін жел қазір. Вся пыль ложится на траву. Бұл концентрат шаңының кесірінен шөпте өспей қалуы мүмкін. Онсыз да малға жайылым жер табалмай жүргенде, енді концентраттың әлегі қосылды. Сақтау қоймасын дәл ауыл іргесінен ашқандарына қарсымыз. Кен орнынан ағылған ауыр жүк көліктері қысқа уақыт ішінде асфальтты де жүруге жарамсыз еткен. Жығылғанға жұдырық енді жол азабында тартып отырмыз дейді. Ал аудан билігі концентрат төккенінен хабарсыз болдық деп отыр. Елді мекен жанында сол руданы артуға біз бермейміз сізге. Артуға жоспарлап тұрған 3 шақырым тупигі бар. Сол жерде ғана орланастырып, сол жаққа ғана артып, сондай ұсыныстарды берген. Уақытша сақтау қоймасының орнын әкім халықпен ақылдаса отырып шешетін боламыз деп уәде етті. Тұрғындар түсірілім тобы кеткеннен кейін кәсіпорын үйілген концентраттарды алып кеткенін айтты. Бірақ сақтау қоймасы адам өміріне қауіп төндірмейтіндей қашықтықта салынады ма? Белгіленген нормативтік ережелер сақталады ма? Осы сауалдармен Қазақмыс корпорациясына ресми хат жолдадық. Әзірге жауап жоқ. Азамат Серкан, Еркелан Тойболдин, Айбат, жаңалықтар қызметі.